Сәлем баршаңызға. Алдарыңызға салайын. Мұнда сингонимнің Red Spot деген сортын өткенде кесіп суға салып тамырлатқан болатынмын. Содан кейін мына жерде конфетти деген сорты. Конфетти дегеніміз жасыл түсте қызыл дақтары болады. Осындай болады, ал Red Spot деген осындай болады. Сәл-сәл цветінде разница бар. Міне конфетти деген осындай. Екеуін тамырлатуға қойған болатынмын. Кесіп соның нәтижесімен бөлісейін деп жатырмын. Міне барлығы тамырлап тұр. Red Spot деген сорты мынау тамырлап тұр, мына конфетти деген сорты бәрі тамырлап тұр. 2 аптадан аса уақытта тамырлады. Жылы жерде ешқандай карнивин пайдаланбай, күн түсетін тереземде тамырлады. Мына конфетти деген сорт осындай. Жаңа шыққан жапырақтар осындай болып шығады. Лак жағылған сияқты болып әдемі болып. Мынанікі де сондай болып шығады, әдемі болып. Ал мынау монстера. Өткенде монстераны тамырлатуға қойған едім ғой, бір жапырақтың сабақтарынан кесіп. Бұның енді суын ауыстыру керек болыпты, себебі арасында шіріген жерлер болып.